жарлық берді ол сіздерге сөзді қарғар. Замана шаруа мінез күнде өзгереді, оларға кез-кезімен нәби келді, қағида шариғаты өзгерсе де, тағриф Алла еш жерде өзгермеді. Күллі мақлұқ өзгерер, Алла өзгермес. Ақылы кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшілік мінезбенен, бос сөзбенен қастаспай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сендесей ол Алланы жаннат етті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және қашулы осы деп әділетті. Осы үш сүй болады иманды гүл, иманның асылы сендеп тақиқ күн. Ойландағы үшеуін таратып бақ, басты байлар жолына малын түгіл. Дін де осы, шын ойласаң тағаты осы. Екі дүние бұл тасдиқ, хақтың досы. Осыларды бұзатын үш ісі бар, пайда мақтан әуес қой, одан шошы. Көзі намаз, зекет қаш, таласы діс. Жақсы болсаң жақсы үміт, бәрі тегіс. Бастапқы үшін бекітпей, соңғы төрті, қылған менен табынды, бермес жеміс. Мен Айдос қызы Сезім, Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешіліктерді көре келдік. Енді жер орта жасқа келді. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсыз, байлаусыз екенін көрдік. Енді қалған өмірімді қалай өткізерін білмей, өзімде қайран. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген адам бақпаса, не албыртқан? Көңілі басылған жастары бағайын немесе бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, балалар өз керегінше баға берсін. Қалған қызығымда өмірімді ұры, залым, тірімсектердің азығын тауып берейін деп, қалған өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ. Ғылым бағарда ғылым сөзін сөйлейтін адам жоқ. Мұңдасып шер тартысар адам болмағаннан кейін, ғылымда өзі қартаяр тұғын күйік. Софылық қылып дін бағу жоқ. Софылыққа да бір тыныштық керек емес пе? Бұнда жерге не қылған софылық керек? Бала бағу жоқ. Бағар едім, бала бағудың мәнісін де білмеймін. Бұны да ермек қылмадым. Ақыры ойландым. Осы нәрселердің барлығын ақ қағаз бен қара сиямен ермек қыламын. Менің атым Айдос Нұрлан. Мен Абай Құнанбаевтың 6-шы қара сөзін сіздерге ұсынамын. Қазақта бір мақал бар. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату елде болады. Білмейді. Қазақ ойлайды. Бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болсын. Ондай болғанда бірліктен не пайда? Кедейліктен не залал? Ағайын сұрамай мал іздеп не керек? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң атасы басқа, діні басқа. Күні басқаларды жалданып бәлік қылады. Бірлік малға сатылса, ант ұрғандықтың белгісі осы. Негізі қазақтар несібесін бірінші Құдайдан тілейді. Әйтпесе тілемейді. Шаруа демейді. Бір-біріне пәле іздеседі. Не түсін, не ажыран, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір-бірін қорғалатып, алдауды іздеседі. Мұның қай жерінде? Нұркен Абдыров атындағы Терек мектебі. Тимченко Арина 6-шы Б сынып. Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа көруге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Оған қанға жесіміз, үсек, өтірек мақтаншақ, еріншім, бекер бол шашпақ. Бес дұшпаным білсіңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой. Бес асыл үскімсіңіз, жынымды көрсең нәпіртлі, сөйтіп көңіл тысаңыз. Жақсылық көрсең хибіртлі, оны ойға жисаңыз.